Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз осындай дәмді әрі тәтті және де бірінші реттен шығатын бананов шоколад жасайтын боламыз. Бұған қажетті заттар: шоколад өз қалаларыңыз бойынша және де банан. Мен 4 бананға осындай 2 плиточный шоколад алдым. Бананды видеода көрсетілгендей ашып тазалап аламыз. Банандарымызды тазалап алдық. Енді шоколадты глазурге көшетін боламыз. Ең алдымен шоколадымыздың ыдысы құрғақ болуы тиіс, соған мән беріңіздер. Шоколадымызды мен водяной баняда ерітетін боламын. Шоколадқа сары май және де сүт қосып араластыратын боламыз. Шоколадымыз қызып жатқанша банандарымызды дайындап отырайық. Бананды мен осылай видеода көрсетілгенде 2 бөлікке бөлдім. Шоколадымыз қызды, енді оны жақсылап араластыру қажет. Осындай түйіршіктер пайда болса, оны араластыру қажет болады. Соңына дейін, осындай глазур шыққанға дейін біз шоколадымызды толыққанды араластыратын боламыз. Өзіме ыңғайлы болу үшін мен шоколадты осындай стаканға құйып алдым. Шоколадымыз бананымызда жақсы тұру үшін сіздерге 2 тәсілін көрсетейін. Ол бірінші қарапайым шанышқымен жасалады, видеода көрсетілгендей. Екінші тәсіліміз балмұздақ таяқшасымен дәл видеода көрсетілгендей жасалынады. Дайын болған банандарымызды дәл осы күйінде тоңазытқышқа жіберсек болады. Мен әсемділік үшін тағы бір глазур жасаймын деп шештім. Дәл біріншісіндей сары май және де сүт қосып жақсылап араластырамыз.
видеода көрсетілгендей тәсілдермен жасасаңыздар болады. Әсемдеп болғаннан кейін банандарымызды тоңазытқышқа 5-6 минутқа жібереміз. Шындап бұл рецептпен менде банан шоколаде өте дәмді, өте әдемі әрі өте тойымды болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын, сіздерге кеңес беремін. Отбасыларыңызды осындай тәттілермен қуантып жүруді ұмытпаңыздар.